Сәлеметсіздер ме? Бүгіннен бастап біз сіздермен мемлекеттік академиялық Қалыбек Қуанышбаев атындағы қазақ музыкалық драма театры жайында ой бөлісеміз. Ең алдымен театрымыздың қысқаша тарихына үңілсек. Біздің театрымыз 1991 жылы 15 қараша күні өз шымылдығын бірінші рет ашты. Бірінші қойылым Ақан сері ақ тоқты спектаклі болды. Авторы Ғабит Мүсірепов, қоюшы режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Попов атындағы күміс медалінің иегері Жақып Омаров. Қалыбек Қуанышбаев театрының тарихы бұл өзі бір мен үшін бір ерекше, мен үшін бір қымбат, бір дүние, бір әлем десем болады. Қазақтың талантты ұлы режиссері Жақып Омаровтың арқасында осы Қалыбек Қуанышбаев театры 1991 жылы Ақмола өңірінде өзінің алғашқы шымылдығын ашты. Жақып Омаров өзінің жанына талантты деген қазақтың ұл қыздарын, әнші, сері жігіттерін бірге жинады осында. Міне содан кейін театр көптен халықтың күткен үмітін ақтап, өзінің алғашқы шымылдығын Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері ақ тоқты спектаклімен бастады. Елдің қуанышында, халықтың қуанышында шек болған жоқ. Өйткені қазағымыздың салт дәстүрін, мәдениетін жоғары көтеруде Жақып Омарұлы көп еңбек етті десем артық болмас еді. Жақып Омаров сол синтетикалық театр ашуда армандаған еді. Жақып Омаров ол дала театрында құрған азаматтардың бірі еді. Сонымен қатар бұл театр, біздің театрда музыкалық ұлт аспаптар оркестрі. Одан кейін барып Елімай деген эстрадалық ансамбль. Сонымен қатар камералық, симфонический камералық оркестрде болды. Міне осылардың барлығын басын қосып, осы кішкентай ғана театрдың ішінде үлкен дүниелер жасалды. Енді Қалыбек Қуанышбаев атындағы музыкалық академиялық драма театрында мен 97-тен бері жұмыс істеп келем. Оңға дейін 96-97-те мен Алматыдағы Жүргенов академиясын бітірдім. Содан кейін жолдауымен осы ол кезде Ақмола облыстық драма театры болатын, музыкалық драма театры болатын, Қуанышбаев атындағы. Бұл жерде көбінесе орысша ел болатын, қазақиландыру керек болды. Көптеген жағдайда біз сол бағытпен көп жұмыс істедік. Енді міне Құдайға шүкір, осы 13-15 жылдың ішінде жақсы үлкен табыстарға жетіп, біздің театрымыз академиялық статус алды. Оған әрине бұл театрға үлес қосқан үлкен өнер тарландары, қайраткерлері, өнер адамдары бар. Ол айта кететін болсақ, әрине бірінші осы театрды құрған Жақып ағамыз, одан кейін Жақып ағамның құрдасы, досы, бізді осы театрға алып келген Қадыр ағамыз бар, халық әртісі. Одан кейін ол кісілердің илеуінен, біз сол кісілердің илеулерінен өткеннен кейін ұлы халық қаһарманы біздің мэтріміз Әзірбайжан Мәмбеттің қол астынан өттік. Енді міне өзіміз ол кісі өмірден өткеннен кейін міне бізде осы директорымыз Еркін Жуасбекұлы осы театрды бастап келе жатыр. Әрине театр бұл қазақ халқына, қазақ еліне, өзіміздің Астанаға керек зат. Өйткені елдің мәдениетін, дінін, тілі, мәдениеті дұрыс болмаса, ол ел болмайды деп үлкен ағаларымыз айтып кеткен. Сол сияқты біз осы Астана театрында жұмыс істеп, осы елімізге, осы Астана жұртшылығына үлкен жақсы қойылымдар көріп, тәрбиелік мағыналы қойылымдар көріп жұмыс істеп отқан бағытымыз бар. Әрқашанда театрға келіңіздер. Театр деген бұл расында да адамның өміріне де, жан дүниесіне де үлкен әсері бар нәрсе. Жалпы халыққа әсері бар нәрсе. Сондықтан бұл театр біреулер керек жоқ деп айтар мүмкін. Бірақ менің түйген ойым осы жасқа келіп, театр керек. Театрсыз ел болмайды. Ол өнердің төресі театр. Біздің академиялық театрымыз Астана қаласының Қалыбек Қуанышбаев атындағы бұл өте шығармашылық жағынан да, репертуар жағынан да үлкен, салмақты, салиқалы, сондай үлкен театр.
әрине сыртқы келбеті тұрып жатқан зданиямыз кіші болғанмен, ішіндегі жасалып жатқан өнер ол орасан зор. Сондықтан театрға келіңіздер, көріңіздер, театрда жолығайық. Ал енді біздің спектакльге келіп өзінің өмірге деген көзқарасын өзгертіп, жақсылық жағына қарай бұрылып, театрға барғаным жақсы болды. Мен өзім үшін көп нәрсе аштым. Тағы да барам театрға, мүмкін тағы да өмірімде бір өзгерістер болады деп сөйтіп ойлаған жастар болса, тіпті құба-құп болар еді. Сол Жаһан бастап берген ашқан театр шаңырағын, кейін өзінің жан досы Қазақстанның халық әртісі Қадыр Жетпісбаев келіп, өзінің досының ашқан театрын іргетасын ары қарай жалғастырып, көптеген қойылымдар қойып, ол да біраз еңбек етті. Одан кейін СССР халық әртісі, халық қаһарманы, Жаһанның ұстазы Әзірбайжан Мәмбетов келді. Ол кісі келіп, театрдың үлкен деңгейін жоғары көтеріп, жұмыс істей бастады. Осындай ұлы режиссерлармен істегеніме мен өзімді бақыттымын деймін. Ол бүгінде менімен бірге істеп жатқан осындағы театр әріптестері, өзіммен осы театрдың іргетасын қалаған өзімнің әріптестерім Болат Ыбыраев, Бақыт Исабекова, Айман Аймағамбет, Гүлбаршын Қылышбаева, Дырымкеш Омарханова, Шәміл Жүнісов, Сырым Қашқабаев, Асылбек Қапаев, сонымен қатар жас актрисалардан Таңсұлу, Гаухар, міне осы сияқты қазір біздің ізімізді жалғастырып келе жатқан осы жастар қазіргі біздің болашағымыз. Үлкен апаларымызбен, ағаларымызбен жұмыс істегеніме, кейінгі жастарменен жұмыс істегеніме мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Бұл театр мен үшін ең қимайтын ыстық сезім десем де, мен үшін бір асыл қимас әлем, ерекше дүние. Біздің театрдың майталман актерлары өнердің биігінде болып, сахнада жарқырай берсе екен деймін. Ал жастарға айтарым, өнер шыңында биіктей беріңдер. Ал мен Гүлбаршын Қылышбай, осы театрдың актрисасы, сіздермен келесі кездескенше деп қош айтсамын.